Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сіздермен өтілетін жаңа тақырыбымыз бұл ауыр атлетиканың қысқаша тарихы. Яғни ауыр атлетика қайдан шықты, оның тарихы қалай, соған тоқталатын боламыз. Ауыр атлетика әртүрлі салмақ дәрежелерінде ауыр зат, штанга, гір көтеріп, күш сынасатын спорт түрі. Ауыр атлетикадан ең алғашқы жарыс 1960 жылы ақш-та өтті. Олимпиада ойындарының бағдарламасына 1896 жылы енгізілді. Ауыр атлетикадан әлем 1898 жылдан, Европа 1896 жылдан чемпионаттары өткізілді. Ауыр атлетика бойынша халықаралық жарыстар штанга көтерудің екі тәсілі, яғни жұлқа және сілке көтеру бойынша 52 килограммнан басталатын 10 салмақ дәрежесіндегі спортшылар арасында өтеді. Жұлқа көтеру кезінде штанга кедергісіз бірден жоғары көтеріледі. Сілке көтеруде штанга алдымен кеудеге алынып, содан кейін жоғарыға көтерілуі керек болып табылады. Қазіргі заманауи ауыр атлетиканың басталуы, яғни 19 ғасырдың соңы ауыр атлетика Европадан ресми түрде спорт ретінде қалыптаса бастады. 1896 жылы Афинада өткен алғашқы қазіргі Олимпиада ойындарына ауыр атлетика енгізілді. 1920 жылдан бастап ауыр атлетика Олимпиада бағдарламасында тұрақты түрде еніп келеді. Әйелдер ауыр атлетикасына келетін болсақ, қазіргі таңда әйелдер арасында да ауыр атлетикадан қатысатын спортшыларымыз бар. Әйелдер арасында ауыр атлетика ресми түрде тек 1987 жылы халықаралық деңгейде мойындалды. 2000 жылы Сидней Олимпиадасында алғаш рет әйелдер ауыр атлетикасы бағдарламасына енгізіліп, қазіргі таңға дейін өткізіліп келуде. Салмақ категорияларына келетін болсақ, еркектер үшін 56 кг, 62 кг дейін, 69 кг дейін, 77 кг дейін, 85 кг дейін, 94 кг дейін, 105 кг дейін және 105 кг жоғары спортшылар қатыса алады. Әйелдерге келетін болсақ, әйелдерде 48 кг, 53 кг дейін, 58 кг дейін, 63 кг дейін, 69 кг дейін, 75 кг дейін және 75 кг-нан жоғары салмақтағылар ауыр атлетика спортымен айналыса алып, жарыстарға шыға алады. Ауыр атлетика спорт түрі бойынша келетін болсақ, бәсекеге қабілетті ауыр атлетика жазба тарихқа дейінгі деп саналады. Көптеген өркениеттерде ұлы батырлар жасаған мифологиялық ерліктер туралы жазбалар бар. Мысалы айтатын болсақ, Геракл, Галиод, Орн, Сторфсон және Кротондық Мило, ежелгі Қытай мен Грекияда ер адамдар өздерінің күштері мен ерліктерін дәлелдеу үшін тастарды көтерген. Шотландияда ауыр атлетикадан жарыстар өткізу дәстүрі бар. Шотланд таудағы жиындар олар 1920 жылдардан бастап жыл сайынғы іс-шаралар болып келеді. Және бұл жарыстар қазіргі заманның бастаушылары жеңіл атлетика. 1896 жылы қазіргі халықаралық болған кезде Олимпиада ойындары басталды. Ауыр атлетика алғашқы ойындарында оқиға болды және 1920 жылдан бастап ауыр атлетика Олимпиаданың тұрақты қатысушысы болды. 1932 жылға қарай олимпиадалық жарыстар 3 көрсеткішке қамтиды. Олар барлығы салмақта штанганы жерден жоғары көтерудің әртүрлі тәсілдері болып табылды. Атап айтқанда, жұлып алу, жұлқа көтеру және тазалап басыңыз. Ауыр атлетика жұлынып алу, бұл штанганы бір қимылмен жоғары көтеретін кен көтергіш. Ауыр атлетика жұлқа көтеру және тазалап басыңыз болып табылады. Аралас көрсеткіштер онда салмақ алдымен жерден иықтың алдыңғы жағына дейін алынады.
Ауыр атлетика күш, денсаулық және сыртқы түр үшін. Күш жаттығулары сондай-ақ ежелгі дәуірде жазылған грек және ежелгі парс дәуірі. Ауыр атлетика әртүрлі мақсаттарға жету үшін мақсат ретінде қолданылады. Мысалы, жылы салмақ жаттығулары бұлшықет күшін арттыру үшін салмақты қолданылатын жаттығулар түрі, ал бодибилдингте эстетикалық себептермен денені модификациялаудың бір түрі. Күш жаттығулары бодибилдинг және пысықтау дене шынықтырудың жалпы деңгейіне жету үшін барлық тарихи тұрғыдан ауыр атлетикамен тығыз байланысты болады. Ауыр атлетика денсаулықты сансыз жолдармен өте пайдалы. Ауыр атлетика сіңірлер мен байламдардың құрылуымен беріктігін қалыптастыруға көмектесетін коллаген ақуыздың түзілуін тудырады. Сондай-ақ бірлескен тұрақтылықты нығайту және жақсарту үшін оңтайлы болып табылады. Ауыр атлетика метаболизмді жоғарылатады, тыныштықтағы метаболизм жылдамдығын арттыра алады. Бұл дене категорияларын тезірек жаға алады және бұл дене категорияларды бұлшықет массасын көбейту және арттыру үшін пайдаланады. Ауыр атлетикадан жарақаттар, көптеген жарақаттар алып қалуы мүмкін. Ауыр атлеттер әртүрлі жарақаттарға бейім, сондықтан ауыр атлетиканың жалпы жарақаттарын түсінуі, жарақат алу қаупінің алдын алу және тиімді басқару үшін өте маңызды. Зерттеу нәтижесінде ауыр атлетикадан ең көп таралған жарақаттар 64,8%, артқы жағында, әсіресе төменгі арқада, тізеде және иықта болғандығы анықталды. Жалпы ауыр атлетикада Қазақстанда да дамыған спорт түрлері деп те атасақ болады. 2008-2012 жылдары Қазақстанда жоғары деңгейде болды десек те болады дайындықтар. Мысалға айтатын болсақ, ауыр атлетикадан Илья Ильин, Зүлфия Чиншанло, Майя Манеза, Ольга Рыпакова, сосын 2016 жылы Олимпиада ойындарында медальдармен алған спортшылар. Кейбір спортшылар допинг мәселесімен медальдарды қайтарып берді десек те болады. Мысалға айтатын болсақ, әрине зіл темірді көтеру ол оңай емес, сол үшін көптеген витаминдер ішу мүмкін. Сол витаминдердің арасында сол комитетке, жарысқа өткізген комитеттің ережесіне сәйкес болмауы мүмкін. Сол үшін осындай көптеген жарыстардан шеттетіліп отырдық. Ауыр атлетика өте жарақат алатын спорт түрлерінен бірі. Оны өзімізде көріп жүрміз әртүрлі жарыстарда. Мысалы айтатын болсақ, бұлшықеттерді тез ауыртатын, аяқ бұлшықеттерінің сіңірлерінің тартылып қалу жағдайларын көреміз. Әрбір спортшының жеке массаж істейтін, аяқтарына істейтін, қолдарына істейтін жаттықтырушылары болады. Солармен бірге дұрыс жұмыс жасау керек болып табылады. Жалпы Қазақстанда ауыр атлетика жақсы дамыған, спортшылар әлемдік олимпиадалық рекордтарды орнатып кеткен. Сол спортшылар қазіргі таңда бар, әртүрлі жаттықтырушы болып жүрген спортшылар бар. Қазақстанда жалпы сондай спортшыларымыз ауыр атлетикадан бар болып табылады. Жалпы бүгін тақырыбымыз осы. Назарларыңызға рахмет.